қоқан-лоққы болмаса жаңағы басқындық ешқандай болған жоқ деп біз бұл жерде хабарлап, халықты тыныштандырып, осы өздері бізге мына комиссия жөнінде құрамыз, тек тыныштығын ойлап, жігіттерді ауылға қайтарсақ деген оймен бізді осы жерге алып қалған болатын. Алайда бүгінгі күнмен 10 күн өтіп отыр. Ол комиссияның нақты бір белгілі бір бұйрығы болмағандықтан осындай әрекетке келіп отыр. Қазіргі таңда біздерге қазіргі 6 күн отырған бұйрықтың ішінде 12-сінен бастап отырдық. Тек қана жұмысшылардың, жаңағы Берәли жұмысшыларының кездесу сұхбаты деген сияқты біздерге хаттамалар жүрді. Ол хаттаманы бізде ертең барған жағдайда жұмысшылардың аманатын алып қалғаннан кейін біз оларға дәлелімізді көрсете алмағандықтан біз заң құқық қорғау органдарымен кеңес алып, осы бізге нақты бұйрықпен төрағасын сұраған болатынбыз. Алайда бізге жаңағы Қазмұнайгаз өкілінің басқарма төрағасының орынбасары Дәулетжан Қасанов 18 күні бізге өзінің басшысының бұйрығымен бізге таныстырды. Оны 12 числомен бізге 19 күні біз қабылдап алдық. Бәріңіз білесіз, негізінде жазылған, көрсетілген. Бір жақты шешіммен өздерінің ұсыныстарын біздерге бағыттады. Тендерлік жүйе жөнінде біз келген болатынбыз. Жұмыссыздық және де осы өлкеде болып жатқан самұрық пен Өзенмұнайгаздың арасындағы келеңсіздік, осы мердігерлік компаниялардың барлығы осындай зардап шегуде. Болашақта сол мекемелердің барлығы осындай еңбек дауына қайталана беретінін біз ескертуге келген болатынбыз. Қазіргі таңда 11-нен бастап, 12-сінен бастап комиссия жұмысы басталады. Сосын Жолмұрат маған хабарласып, келіп бірге осы комиссияға қатысуға ұсыныс жасады. Мен 13 ма 14 күні 2-3 күннен кейін мен қасыма Тасбаев Мақсат деген ағамыз, осы Жаңаөзен жергілікті кәсіподағының төрағаның кеңесшісі, сол екі азамат осы жаққа келіп, сол комиссияда қазіргі таңға бүгінге дейін осы жерде біргеміз жігіттер. Бұл жерде біздің көргеніміз комиссия отырысында біріншіден комиссияның заңды күші жоқ. Себебі комиссия құру туралы не энергетика министрлігі, болмаса еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі, болмаса Қазмұнайгаз акционерлік қоғамдық компаниясының атынан ешқандай да бұйрық шықпаған. Комиссияның негізгі заңсыздығы сол. Біз соны талап еттік. Біздіңше осы комиссия құру туралы заңдастырыңыздар. Сосын барып жігіттердің талабын сол хаттамаға енгізіп, сосын конструктивді шешіп, бірге отырып екі жақты келісіп отырдық деген. Алайда ол үстімізде енді ол істі асты, ол заңдастырды комиссия отырсын. Қазмұнайгаз ұлттық компаниясы артынан өкінішке орай оның ішінде екі жігіт ғана айтып отқан соңғы Жолмұратта екі адам біздерді қоспаған. Бірақ оның өзін 12 жылы жұмысын бастаған комиссия кешегі 19 күні біздердің жұмыстарын талап қойғаннан кейін ғана сол бұйрығын берді. Алайда одан келесі күні комиссия жұмысын қазір тоқтап тұр. Біздің естуіміз бойынша, бізге олардың хабарлауы бойынша Қазмұнайгаздан ұлттық компаниясы 30 шақты адамды Маңғыстауға кетіп қалған. Тексерісте өздерінің жұмыстары олар енді. Соған байланысты тек ауызша телефон ескерткен комиссия отырысы жүргізіп болмайды. Мен қаншама рет міне осы келіссөздер жүргізіп жатырмыз. Біз оларға тұрақты жұмыс ұсынсақ, олар бармайды дейді. Бұл қаншалықты рас? Егер сіздерге тұрақты жұмыс ұсынса, неге бармай отырсыздар? Бұл сұраққа жаңа Дәулеш ханым айтты, жалақы деңгейі депті. Қазмұнайгаз ұлттық компаниясында ИСОП деген өзінің бірыңғай тарифтік жүйені жасақтаған ережесі бар. Тек қана ол өзінің ұлттыққа жататын мекемелері бар ғой,
Бұл айтқанда жаңағы Өзенмұнайгаз, Маңғыстаумұнайгаз, одан басқа еншілес мекемелері осы ИСОП ережесіне сай бірыңғай командалық жүйемен жұмыс жасайды. Алайда қарамағындағы медикер компаниялардың барлығы ол ИСОП жүйесіне кірілмейді. Былай айтқанда, бұл Дәулетжан Хасановтың 2021-ден біздерге айтқан сөзінде, сіздің жалақыңыз біздің мұнайшылардың жалақысынан 30% төмен деңгейде болу керек деген болады. Ол қаншалықты біз осы уақытқа дейін сол жауапты ала алмай келе жатыр. Кеше де осы отырыста да айттық. Сол жауапты бізге беріңізші. Ол қай жерде жазылған, қай жүйеде қарастырылған. Былай айтқанда, менің қазіргі табыс көзім, мына жекеменшік мекемеде жүргенде, маған тарифті қаяқтан ол мекеме маған ұсынып отыр. Менің, мысалы, бұрғышымын, я болмаса оператормын, я болмаса мастермын дегенде, менің тарифтік жүйемді бұл мекеме жасақтай алмай отыр. Ол өз деңгейінде Өзенмұнайгаз акционерлік мекемесі бұл мекемеге тендердің кезінде белгілі бір мөлшердегі тарифті көрсетеді. Осы жұмысшыға осы деңгейде ақшаны төлейсіз дейді. Біз сол ақшаны есептеп келген кезде манағы айтқан ИСОП өздерінің бірыңғай жүйесінен біздікі төмен болып тұр. Біршама төмен болып тұр. Ол 30-да емес. Қазіргі жағдайда мына Қазақстан Республикасының жыл сайынғы көтерілетін инфляция қарасты, соның өзінде де өздеріне қарасты мекемелерде 9-да 5% көтерді да, медикерлік компаниялардікін 6%-ға, 6-да 5%-ға көтеріп отыр. Бұл да былай айтқанда заңсыздық. Бұл жерде алалау болады, дискриминация болады сөздің шынына келген кезде. Того, чего изначально не было в договоре. Это первое. И второе, скажите, пожалуйста, вот заработная плата, о какой сумме вообще идет речь? То есть вот Минэнерго нам говорят, рабочие, нефтяники, Жена получают 700 тысяч. Ну, то есть реакция у казахстанцев, извините, мы по 120 тысяч получаем, а они 700 тысяч чем-то еще недовольны. Ну, то есть это соответствует действительности. Реально 700 тысяч получаете и, ну, как бы, чем-то недовольны. Я с удовольствием отвечу на ваш вопрос. Вы сколько лет работаете вот сейчас? В одной организации сколько лет работаете? 5 лет. 5 лет. Вот 5 лет назад у вас заработная плата сколько была? Ну, примерно такая же, как сейчас. Вот видите. А инфляция сколько произошла за это время? Сколько произошла инфляция? Какой уровень? Где-то 100%, да? Согласитесь? И вы не хотите, чтобы ваша зарплата на 100% поднялась? Вы будете вот так не требовать своих... Вы человек, вы понимаете, да, что нефть дорожает, зерно дорожает, как бы прибыль от этого всего в государстве растет, но уровень жизни народа остается на низком уровне. Вы с этим согласитесь? Мы, как активные граждане, вот, которые действительно хотим справедливости, не согласны с этим. Если растет доход государства, почему не должны расти доход народа, населения? Почему мы не должны жить так, как в других государствах? Хотя богатств наших хватает. И плюс мы не просим это просто так, доходя с дома или где-то там в тени, сидя под кондиционером. Рабочие места наши не так уж сильно обустроены. Несмотря на это, мы вносим свой вклад в добычу нефти и материальное улучшение материального государства. И поэтому мы требуем на законных основаниях. В цифрах можно? В цифрах? Да. 700 тысяч, я могу сказать, что примерно 700 тысяч, ну максимум вот так. Чего-то разбираться. Есть люди, которые работают вахтамен жұмыс жұмысшылар да бар біз. Күндіз түні бар. Мысалы 12 сағат түнде жұмыс жасайтындар 1,5 есе айлық артық төленеді. Ол денсаулыққа 1,5 есе айлық төленгенмен, бірақ денсаулыққа 3-4 есе зиян келтіреді. Оған келіседі Чарсин. Және олар 12 сағат аяқ үстінде жұмыс жасайды. Отырып демалатын оларда ондай мүмкіндік жоқ. Қанша бұл жігіттер осынша бізге айлық жалақы төлесін деп отырған жоқ, сіздер түсініңіздер. Қазмұнайгаз ұлттық компаниясының бірыңғай айлық есептеу жүйесі бар. Яғни сол жүйеменен төленген мұнайшыларға айлық жалақысы сондай жүйеменен бізге де айлық төлесін деген, төленсін деген. Яғни жұмысы бірдей. Бұл жігіттердің қазіргі таңда жасап отырған жұмысы мына аңғыма дейді скважинада. Подземный ремонт или капитальный ремонт скважин дейтін түсінік бар. Орысша айтқанда, сол аңғымадан нағыз зиянды осы скважина зиянды ауаны жұтып тұр, сол зиянды май түріп тұр. 12 сағаттан жұмыс жасайды. 12 сағат сол жерде
жұмысшылардың да осы жігіттердің де ең бір қысты күні ойлап қараңыз қақаған аязда темір установканың бәрі темірден жасалған. Қысты күні аязда темірдің үстінде 12 сағат тұрып жұмыс жасайды. Жазды күні ыстыда темірдің температурасын білесіз, ол күннің біздің Маңғыстауда қазіргі кезде күннің жаздығы шілдедегі температурасы 56-57 градусқа дейін кетіп тұрды. Енді сіз ойлап қараңыз, сол уақытта манағы жерде 12 сағат жұмыс жасау, сосын жаңағы айтып отырған айлығы қаншалықты соған сәйкес келеді, келмейді. Әділетті ме, әділетсіз бе? Сол жағына қарап ойласам, біз түсінеміз, біздер түсінеміз. Біздерде ноғайып региондарда айлық жалақы аз болғаннан кейін, біздер Фейсбуктан да көріп жүр. Маңғыстауда миллион алады, миллион жарым алады, олар ақшаға қанағаттанбайды. Олар тек сұрайтындары ақша дейтін түсінік бар. Ал сол біздің Маңғыстауда, ауылдық жерде Маңғыстаудың өзінде өмір сүріп көрсеңіздер, 700 мың алсаңыз, соның 500 мыңы тек қана өзіңнің денсаулығыңызды емдетуге. Сосын тамағыңызға кетеді. Қымбатшылық. Біздерде барлық зат привозной, ал әкелу керек. Барлық тамағыңызда барлығы тасымалды, яғни. Сол себепті 700 мың деп айтылып отырғаныңыз, ауызға айтылғанда 700 мың көп ақша. Ал оны біздің Маңғыстауда жүріп, базарға барып, немесе дүкенге тамақ алып, киім алып, бала шағаңызды демалтып, қыдыртып көрсеңіз, ол 700 мың теңге ақша емес. Талаптарымыз біріншіден ұзақ мерзімді жұмыс көлемін беру, әлеуметтік пакет жалақы төлеу жүйесі бір жасақталған, және басқа мердігер компаниялардан және Өзенмұнайгазда біздікіндей жұмыс жасайтын әріптестерімізбен кем болмау. Не десең, біз бір мемлекетте, бір кен орнында, бір жерде бір қызмет жасап жатқандықтан осыны талап етіп отыр. Оған да әлі шешім болмай тұр. Сосын еңбек жағдайы. Еңбек жағдайында бізге құрал-жабдықтарымыз бар, жұмыс жасайтын техникамыз бар. Соның бәрі ережелерге сай болуын талап етіп отыр. Өткен жылы өздеріңіз естіген шығарсыз, кезбе мекемесінде жазатайым жағдай болды, адам өртеніп өлді. Сол кезде техника қауіпсіздігін бұзған себептер де бар. Бірақ құрал-жабдықтың да соған сай болмауының себептері бар. Толық тергелген жоқ, аяқ асты тергелген зат не біз сол мекеме жасағасын кемшіліктерін көп екенін білеміз. Сосын тағы бір сұрайтынымыз, біз алгоритм дейді ғой, Өзенмұнайгаз мердігер тұрақты компанияларға ауысу тағы талабымыз болатын. Егер біздерге еңбек төлеу жүйесін және әлеуметтік пакет жұмыс жағдайы бәрін жасаса, мүмкін бұл сұрағымыз қалып қою да мүмкін. Егер дәл сондай жағдайда жұмыс жасап, ауыспау талап етпеуіміз де мүмкін. Бірақ ондай келісімге әлі келе алған жоқпыз. Сосын тағы айтып кететін, комиссия жөнінде айтып кететін болсақ, бізге енді ресми емес, қазір ұсыныс түсіп жатыр, жергілікті өзіміздің Маңғыстаудан шешуіне облыс басшысының бастауымен дейді. Біздер енді соған бұйрық сұрап отырып, кім бастап, кім жауапты болады, және қандай топтардан жұмыс топтары құралады, қандай ведомстволардан, энергетика министрі, прокуратура, Қазмұнайгаз, соның құжаттарын бәрін толық алып, толық сенімде болған жағдайда біз бір тобымызға, бәріміз Маңғыстауға аттанып, сол келіссөз жүргізу мүмкінбіз. Әлі нақты шешім қабылданған жоқ. Ол жақтан бізге белгілі сенімді ұсыныс күтіп отыр. Өзі мұнайшылардың наразылығына байланысты көп тарайтын ақпарат, мұнайшылар 700 мың теңгелік айлыққа көнбей отыр деген месседжді көбінесе таратады. Жан-жақтан тараған ақпарат сол. Ол шынында да рас солай ма, қалай түсіндіріп бере аласыз мысалы? Ендігі мен осы сұраққа келген кезде, ол 700 мың ба, 900 мың ба нақты да, олайда біздің Қазақстан Республикасының азаматы ретінде конституциямыз бар. Еңбек адамы ретінде еңбек кодексіміз бар. Және де сол тарихпен белгіленетін 2 деген заңымыз бар. Ол заңға сүйеніп, еңбек кодексіне сай біздерге ол 700 мың бола ма, ол 500 мың бола ма, нақты заңмен заңға сүйене отырып біздерге жалақыны берсе, біз ол 200 мың бола ма, ол 300 мың бола ма, заңмен бекітіп берсе, біз көнеміз. Яғни заңмен бекітілмегеннен кейін ол тұрақсыз болып тұр ғой, айлық? Ол заңмен бекітілмегеннен кейін 3 айлық тендер, 9 айлық тендер, ол кәсіпкер өз жеке қаражатын жұмыс жасаудың артында ол сондай жалақы береді. Ол себебі тұрақсыздық болғасын солай жұмысты тез бітіру үшін солай істелінеді. Заңмен бекітілмегеннен кейін солай болады. Жақсы, соңғы сұрақ. Кеше Нұрлан Ноғаев пен әкім, сосын Қазмұнайгаз басшысы Мырзағалиев мердігер компаниялармен қол қойылатын келісімшарт 3 жылға дейін созылатындай жағдай жасап жатырмыз. Күзден бастап солай болады дейді. Мәселелеріңізді бұл қаншалықты шеше алады?
нақты енді ол тұрақты жұмыс болып және де еңбек кодексіне сәйкес ИСО жүйесін бізге енгізіп берсе нақты енді тұрақты жұмыс болып есептелінеді деп өзім ойлаймын.